Ассалаумағалейкум достар, бүгін мұғалім Сәнек кітабын оқып жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз харакат. Харакат дегеніміз не? Бұл фатха, дамма, касрадан тұрады. Фатха, дамма, касра. Фатха дегеніміз әріптің үстіне қойылатын бір сызық. Ол жіңішке әріптің үстіне қойылса ә деп, жуан әріптің үстіне қойылса о деп дыбысталады. Бұл жерде әлиф жіңішке әріп болғандықтан және әлифтің өзіндік бір дыбысы болмағандықтан бірінші әріпті оқимыз, содан кейін харакатты оқимыз. Бірақ әлифтің дыбысы болмағандықтан бірінші харакатты оқимыз ә деп. Келесі касра. Касра дегеніміз әріптің астына қойылатын сызық. Ол и деген дыбысты білдіреді. Бұл жерде оқитын болсақ, алифтің астына касра қойылды, яғни бұл и деп оқылады. Келесі дамма. Дамма у деген дыбысты білдіреді және әріптің үстіне қойылатын осындай таңба уға ұқсайды. Алифтің өзіндік дыбысы болмағандықтан алифті оқымаймыз, сразу харакатты оқимыз. Бұл жерде дамма тұрғандықтан бұны у деп оқимыз. Келесі ро әрпін оқитын боламыз. Ро әрпінің үстінде бір сызық тұр, яғни бұл фатха. Фатха жіңішке әріптің үстіне қойылса ә, жуан әріптің үстіне қойылса о деп оқылады. Бұл жерде ро жуан әріп болғандықтан бұл ро о деп оқимыз. Ро. Бірінші әріпті оқимыз, содан кейін харакатты оқимыз. Ро. Келесі бірінші әріпті оқимыз. Ро әріпі тұр бұл жерде және астында бір сызық тұр. Ол бір сызық касра деп аталады. Касра и дыбысын білдіреді. Яғни бірінші әріпті оқимыз, содан кейін харакатты оқимыз. Ри. Келесі р әріпі тұр, үстінде осындай белгі тұр. Бұл дамма. Дамма у деген дыбысты білдіреді. Бірінші әріпті оқимыз р, содан кейін харакатты оқимыз у. Ру. Алиф әтір ә, содан кейін р. Бұл жерде сукун тұр. Сукун әріптің үстіне қойылатын белгі. Бұл сукун қойылса әріптің тек қана өзі оқылады. Ә, р. Ро, ри, ру деп ештеңе деп оқымаймыз, тек қана әріптің өзі оқылады. Ә, р. Әр. И, р. Ир. У, р. Ур. Бүгінгі тақырыпты қайталап, жаттап, келесі сабаққа дайын болайық достар. Және түсінбегендеріңізді комментарияға жаза отырыңыздар. Келесі сабақта түсінбесеңіз нақтылап түсіндіріп кететін боламын иншалла.